Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге таңғы асқа арналған ыстық бутерброд дайындап көрсетемін. Балдарыңызға мынадай ыстық бутербродтар жасап берсеңіз болады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен шикі картопты аршып, шикі картопты үккіштен өткізіп, осылай үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп алғаннан кейін осылай тұз бен бұрыш салып араластырамыз. Табаға сұйық май құйып, қыздырып аламыз. Нанды қалыңдау етіп кесіп, бетіне картоп қоспасын осылай қалыңдатып жағамыз. Осылай нанның үстіне жағамыз. Табадағы қызып тұрған майға еппен ғана картоп жағылған бетімен нанды салып, осылай нанды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қуырып аламыз. Екінші бетін қуырудың қажеті жоқ. Тек бір беті ғана қытырлақ болып қуырылғанның өзі дәмді болып шығады. Міне осындай дайын болатын дәмді ыстық бутербродты бір кесе тәтті шаймен берсеңіз, бәріне ұнауы керек. Міне осындай әдемі бутерброд. Ас болсын.